Сәлеметсіздер ме, құрметті шебер ханымдар. Менің сіздерге келесі үйрететін аяқ киім түрі мінекей осындай сабо табанға жібек жібінен тоқылған алды жабық осындай жаздық аяқ киім түрін үйрететін боламын. Мінекей осындай 40 размер, яғни бұл 1-2 размерге маломерка жүреді, яғни 38-39 размерге келеді. Бұл аяқ киімді тоқу үшін бізге осындай сабо табан қажет, яғни осындай жиегінде өзінің тігістері бар 40 размер. Мінекей өте жеңіл аяққа. Және де бізге жібек жіп, осындай екі жақты крючок қажет. Бұның біз мына жіңішке жағымен тоқитын боламыз. Және де кеуірт немесе оттық. Себебі бізде мына жібек жіпті қайшымен қырқсақ сетінеп кетеді. Сол үшін кеуіртпен осылай басын кеуіртпен істеп отырамыз. Қырыққан кезде де, жұмысты тоқтатқан кезде де біз жібек жіпті осылай кеуірт немесе оттық қажет болады. Бұл аяқ киімнің ерекшелігі осындай жұлдызша узорымен тоқып көрдім. Өзіме қатты ұнады, өте жеңіл, әдемі. Және де сіздер қалаған түстеріңізден тоқып осылай кие бересіздер. Және де тапсырысқа тоқсаңыздар да болады. Мінекей. Ал енді біз жұмысымызға кірісетін боламыз. Жұмысымызға біз кез келген, сіздерге түсіндіріп кетейін, қазір сол аяқ болып тұр ғой. Сол аяқтың табаны, яғни оң аяқ болсын, сол аяқ болсын, біз сол жағынан бастаймыз жұмысты. Мінекей, сол жағынан бастаймыз. Табанды осылай қаратып алып, ортасындағы петляны тауып, сол петлядан бері қарай 10 петля санаймыз. Мінекей, петля ортасы деп есептесек, осыдан бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мінекей, 10-шысы болса, осы 10-шысынан жұмысымызды бастайтын боламыз. 3, 6, 9, 10. Мінекей. Енді біз жібіміздің, жібек жіптің басы осындай болып тұр. Оны біз кеуіртпен кішкене ғана қатты күйдірмейміз. Қатты күйдірсек, ақшыл түс болғаннан кейін қарайып кетеді. Мінекей, осылай күйдіріп аламыз. Ал бисмиллах деп жұмысымызды бастаймыз. Осылай бір қабатталған жібек жібі. Сіздер екі қабаттап немесе макраме жіппен тоқсаңыздар болады, бірақ мынау жіңішке кәдімгі өзіміз тоқып жүрген жібек жіптен өте нәзік, әдемі көрінетін болады. Мінекей 10-шысын санап алдық. Енді міне жібек жібімізді осылай сәл артығымен алып, осы жерден бастаймыз. Мінекей. Бір воздушный петля іліп аламыз. Дәл осы петлядан енді 2 рет столбик без накида тоқитын боламыз. Мінекей. Бір, екі. Мына жіпті, астындағы жіпті осылай қосып тоқып кетеміз. Қазір 2-шеуін қосып тоқығаннан кейін мынаны қырқып алып тастаймыз. Сөгіліп кетпес үшін осылай бас жағын қосып тоқып кетеміз. Енді келесі петлядан 3 рет столбик без накида аламыз. Яғни біз мына әр петлямыздан 3 столбик без накидадан тоқып, айналдыра тоқып шығатын боламыз. Жібек жіп жіңішке болғаннан кейін біз үшеуден алып тоқимыз. Иран жіп болса, екі қабатталған иран жіп немесе макраме жібі болса, екеуден алсаңыздар болады. Жібек жіп болғаннан кейін мен осылай үшеуден алдым. Мінекей, әр петлядан 3 столбик без накида тоқитын боламыз.
сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Анық. Жақындатып тоқиын. Енді мына жіпті, мінекей осы жіпті қашымен қырқсап секнеп кетеді, сол үшін осылай мен кеуіртпен күйдіріп аламын. Мінекей болды, осы жерге қалдырып кетеміз. Мінекей. Енді келесі петлядан тағы да 3 столбик без накида тоқимыз. Мінекей. Дәл осылай әр петлядан 3 столбик без накидадан тоқып, айналдыра мына артқы өкшесімен бірге мына жерге дейін тоқып келетін боламыз. Осылай айналдыра тоқитын боламыз. Мінекей ханымдар, мен әр петлядан 3 столбик без накидадан тоқып, мінекей мына бастаған жеріміз бар емес па? Сол жерге дейін тоқып келдім. Енді ары қарай мына беті өкшесі болғандықтан, ары қарай мен әр петлядан 2 столбик без накидадан тоқитын боламын. Себебі үшеуден тоқсам, былай жанына қарай жатып, көптік қылып кетеді екен, сол үшін мына жерден ары қарай 2 столбик без накидадан тоқимыз. Әр петлядан 2 столбик без накидадан тоқимыз. Мінекей. Сол кезде мына өкше жағы жинақы осылай әдемі болып, біркелкі болып, теп-тегіс болып тұрады, былай жатып қисайып қалмайды. Неміз петляларымыз. Осылай. Келесіден біреу, екеу. Енді мінекей ханымдар, мына біз өкшесіне келдік қой. Мына өкшесіне келген кезімізде, мына жерде 3 жіп кішілеу болып тұр, петлясы. Және мына жерде екеуі үлкен болып тұр петля. Және мына бетте осы 2 үлкен петля. Осы 2 үлкен петляға 3 столбиктен тоқимыз. Мынадан 3 столбик без накида тоқимыз, мынадан 3 столбик без накида тоқимыз. Ал мына ортадағы үшеуінен екеуден тоқимыз. Және де мына екеуден тағы да 3 столбик, мына жерден 3 столбик тоқып, қалғанын екеуден тоқып бітіретін боламыз. Себебі мына өкшесі бізде тартылып қалмау керек. Мінекей екеу тоқыдым, енді мына жерден 3 аламыз. Біреу, екеу, 3. Келесіден тағы да 3 столбик без накида аламыз. Біреу, екеу, 3. Енді мына ортадағы 3 петлядан кәдімгі 2 столбиктен алып кете береміз. Мінекей біреу,
екеу. Келесіден тағы да екеу аламыз. Біреу, екеу. Келесіден тағы да екеу. Біреу, екеу. Ал енді мынау үлкендеу болып тұрған екі петля өзі көрініп тұрады. Бұлардан 3 столбик без накидадан алатын боламыз. Біреу, екеу, үшеу. Келесіден біреу, екеу, үшеу. Енді міне аяғына дейін 2 столбик без накидадан алып шығамыз. Мінекей ханымдар, осылай аяғына дейін тоқып келдік. Осымен біздің бірінші қатарымыз аяқталды. Енді біз мына бірінші бастаған петляға соединительный, яғни біріктіру несін жасаймыз, біріктіреміз. Мінекей шығарып алып, шығарған күйі мынаған өткізіп осылай тартамыз. Мінекей осылай біздің бірінші қатарымыз аяқталды. Енді екінші қатарға кірісетін боламыз. Екінші қатарға кіріспес бұрын бір воздушный петля іліп аламыз. Және де мына осы тоқып шыққан бірінші қатарымыздың әр көзінен столбик без накида алып шығамыз. Яғни мына бетке дейін, бастаған жеріміздің мына келесі бетке дейін. Әр қайсысынан бір столбик без накида. Яғни әр көзді ешқандай көзін қалдырмай осылай столбик без накида тоқып шығатын боламыз. Мінекей. Мінекей дәл осылай әр көзден ешқандай көзді қалдырмай келесі бетіне дейін тоқып шығамыз. Мінекей ханымдар, мен екінші қатарды осылай айналдыра тоқып келдім. Мына бастаған жерімізге дейін. Яғни бастаған жерімізбен бірдей болу үшін осы жіпті осылай тартып өлшеп көреміз. Мінекей осылай жібіміз түзу тұру керек. Мына осы бастаған жеріміз. Мына бірінші петлямыз. Мына жақтағы соңғы петлям бірдей. Осылай екі қатар тоқыдық. Енді осы беттен үшінші қатарымызды бастаймыз. Мінекей бір воздушный петля аламыз да жұмысымызды осылай ішке қарай айналдырып, енді тағы да мына әр көзінен столбик без накида тоқып, мына бетке дейін айналдырып алып келеміз. Мына бастаған жерімізге дейін. Осылай біз екі қатар тоқыдық қой. Енді тағы да екі қатар тоқимыз. Сонда барлығы 4 қатар болады. 4 қатар столбик без накида болады, біздің неміз. Мінекей, осылай әр көзінен столбик без накида аламыз. Ешқандай көз қалдырмаймыз, қысқартпаймыз. Мінекей, осылай алатын боламыз. Мынау біздің үшінші қатарымыз. Мінекей. Осылай әр көзінен столбик без накида алатын боламыз. Столға ішім тіреліп, ыңғайсыз болып түсіріліп отыр. Мінекей. Осылай. Осы қатардың аяғына дейін осылай әр көзінен алып тоқитын боламыз. Мінекей. Мына бастаған жерімізге дейін осылай тоқып келеміз. Мына жерді айналдыра. Мінекей ханымдар, осылай үшінші қатарды мына жерге дейін тоқып алып келдім. Мінекей 3 қатар столбик без накида тоқылды. Енді соңғы 4-ші қатарды тоқитын боламыз. Яғни осы жерден бір воздушный петля көтеріп, тағы да әр көзден бір столбик без накидадан алып, мына жерге дейін келеміз. Және де осы жерге келіп бітіреміз.
мінекей осы жерге дейін тоқып келдік. Осы ішке қарап тұрған күйінде бірінші бір воздушный петля іліп аламыз. Одан кейін жұмысымызды былай сырт жағына айналдырып, енді әр көзінен тағы да столбик без накида тоқитын боламыз. Мінекей. Бір әр көзінен, яғни ешқайсысын тастамай осылай столбик без накидадан тоқып шығатын боламыз. Мінекей. Осылай тоқып шығатын боламыз. Бұл біздің соңғы 4-ші қатарымыз. Осы қатарды бітіріп, жұмысымызды аяқтап, және де жұлдызша узорын бастайтын боламыз. Яғни біз 4 қатар столбик без накида тоқыдық, е? Мінекей, 4 қатар болғанда биіктігі осылай болады. Ары қарай өз еркімізбен мына жерге дейін тоқып алып келеміз. Мінекей, осылай 4 қатар столбик без накида тоқып аяқтадым. Мына жерге келіп тоқтадық. Енді осы жерден жұмысымызды бітіретін боламыз. Мінекей. Мінекей. Осылай жібі қалады. Ол жіпті мына жіптердің арасынан өткіземіз былай-былай. Мінекей, арлы-берлі өткізіп, содан соң жаңағы кеуіртімізбен күйдіріп жабыстырып тастаймыз. 3 рет, 4 рет осылай арасынан өткізіп жіберсеңіздер, сөгіліп кетпейді, сенімді болады. Мінекей. Осылай біреу. Мінекей, мына жағынан екінші рет өткіземіз. Осылай. Міне мен мына жағынан бастап өткізіп, осы жерге дейін өткіздім. Қазір енді осы жерде жіпімізді мінекей осылай тақап үзіп аламыз да сәл күйдіріп жібереміз. Қатты күйдірмейміз, себебі ақшыл түс болғаннан кейін қарайып қалады. Мінекей, осылай білдірмей жабыстырып жібереміз. Ал енді біз мына алдындағы осындай жұлдызша узорымызды тоқып бастайтын боламыз. Ол үшін бізге мінекей мынандай маркерлер қажет болады. Яғни бізге белгілеу үшін. Мінекей, осы жұмысымызды алдын осылай аламыз. Және де жобалап ортасын тауып аламыз. Мінекей, мен ортасын мына жер деп алатын болсақ, қазір мінекей әркім әртүрлі табады. Мен мынау соңғы өкше жағынан осылай келіп жобалап табам ортасын. Мінекей, мынау ортасы деп алсақ, осы ортасына бір маркерді қоямыз. Мінекей, ортасын тауып. Мінекей, бұл жұлдызша узорында ортасын дұрыс табу маңызды, себебі бір жаққа қарай қисайып кетеді жұлдыз узорымыз. Енді осыдан кейін мына жерден бастап 8 столбик, 8-ін санаймыз. 8 көз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей, 8-шісіне апарып, екінші маркерді қадаймыз. Яғни мына 8-ші көзге. Мінекей. Енді мына ортасынан мына солға қарай тағы да 8 санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей. Бұл жерге де келесі маркерімізді қоямыз. Мінекей. Біз осылай белгілеп алдық. Мына ортасы, мына басы, мына аяқтайтын жеріміз.
яғни бірінші қатарда ғана осылай белгілеп аламыз. Одан кейін екінші, үшінші қатарда жұлдызымыз анықталып көрінгеннен кейін ары қарай тоқып кету өте оңай болады. Енді мына бірінші маркерді алып, дәл осы жерге крючогымызды салып, мінекей жұмысымызды бастаймыз. Осылай жібімізді аламыз. Сәл артығымен аламыз, себебі алдыңғыдай арасына тоқып жібереміз дедік. Мінекей. Енді осы жерден 1, 2, мінекей осындай 2 воздушный петля аламыз.